өзіңізге және өміріңізге деген сенімдер мен түсініктерді өзгертіңіз. Медитацияның осы бөлімінде сіз өзгерткіңіз келетін екі көріністің біріншісіне көшудің уақыты келді. Осы идеяны ұстанғыңыз келе ме деп сұрайын. Егер сіздің жауабыңыз жоқ болса, онда оның энергиясы сіздің миыңыз бен денеңіздің әдеттегі бағдарламаларының қарсылығынан асып түсетіндей ниетпен шешім қабылдау керек. Сонда ғана сіздің денеңіз жаңа санаға жауап береді. Ал енді мен сізден сұрайын, сіз не нәрсеге сенгіңіз келеді? Өзіңізді және өміріңізді қалай қабылдағыңыз келеді? Және бұл сезімді қалай сезесіз? Міне осы кезде ғана сіздің міндетіңіз болмыстың жаңа күйіне өту болады. Алайда айқын ниетті эмоционалды ынталандырумен ұштастыра отырып, сіз өзіңіздің энергияңызды өзгерте аласыз және материяны жаңа санаға өзгерте аласыз. Медитация сеансын аяқтағаннан кейін сіз әлемді басқаша қабылдайсыз. Егер осылай болса, сіз қазірдің өзінде биологиялық түрде өзгердіңіз. Осы кезде сіздің өткеніңіз жоғалады. Сіз белгісіз ықтималдықты белгілі ықтималдыққа айналдырасыз. Бұл сізді өткеннен шығарады және болашақ оқиға болған қазіргі уақытқа әкеледі. Және бұл қашан, қайда, қалай мүмкін екенін анықтауға тырыспаңыз. Сіз жай ғана болмыстың жаңа күйіне еніп, одан кейін сіз жасаған болашағыңызды көру керексіз. Содан кейін басқа көзқарасты немесе сенімді өзгерту кезегі келеді. Мұны істеу үшін сіз барлық рәсімді басынан аяғына дейін қайталауыңыз керек. Ал бұл медитацияның соңғы бөлігі шамамен 20-25 минут жалғасуы қажет. Сізде өзіңізді және өміріңіздің көрінісін өзгерту туралы қандай да бір сенім болды. Сіз нақ сол сенімді қабылдайсыз ба? Әлде жоқ па? Онда энергия мен сіздің миыңыз және денеңіздегі әдеттегі ұстанымдарының қарсылығынан асып түсу үшін мен сіздің шын ниетпен нақты шешім қабылдағаныңызды қалаймын. Және сіздің денеңіздің жаңа санаға жауап беруіне мүмкіндік беріңіз. Сондай-ақ сіздің таңдауыңыз сіз ешқашан ұмытпайтындай, сіз сезінетін тәжірибе болсын. Бұл бағдарламаларды қайта жазатын және биологияңызды өзгертетін эмоционалды тәжірибе болсын. Сіз өз энергияңызды өзгертіңіз. Және бұл энергия сіздің биологияңызды өзгертетіндей болсын. Шабыттаныңыз. Өзіңіздің энергияңыздан шабыт алыңыз. Енді ойларыңызды жоғарғы ақыл ойға ұсыныңыз, жіберіңіз және оларды мүмкіндіктер өрісіне тастаңыз. Күш-қуат ретінде оларды қайтарып алыңыз. Ал енді неге сенгіңіз келеді? Және өміріңізді қалай қабылдағыңыз келеді? Енді жайлап болмыстың жаңа күйіне көшіңіз.
және жаңа санаға көтерілу үшін денеңізге рұқсат беріңіз. Және бұл таңдаудың энергиясы миыңызда нейрондық үлгілерді қайта жазуға рұқсат етіңіз. Және де денедегі гендерге де. Сондай-ақ жаңа болашаққа денеңізді еркін босатыңыз. Жаңа энергияны сезініңіз. Денеңізден, айналаңыздан және уақытыңыздан тыс жүріңіз. Материяға әсер ететін санаға айналыңыз. Денеге сеніміңізді эмоционалды түрде жеткізуге тырысыңыз. Шабыт, ерлік, ұмтылыс, өмірге деген махаббат, сезім шексіздігі, жаңа болмыс. Енді сіздің денеңіз өзге де болашақтың дәмін сезінсін. Және жаңа гендерге сигналдар жіберсін. Сіздің энергияңыз материядан жоғары. Энергияңызды өзгертіңіз. Сондай-ақ өзіңіздің денеңізді өзгертіңіз. Санаңызды материяға айналдырыңыз. Сіз жаңа болмыс күйінде не сезінесіз? Сіз қазір қандай әрекеттерді жасай аласыз? Сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Сауығуды сезініңіз. Еркіндік, өзіңізге деген сенім және өзіңізді босатыңыз. Бұл болашақты өз энергияңызбен жарылқаңыз. Енді сіз жаңа тағдырыңызбен біріктіңіз. Алға. Жаңа болашақты өміріңізге ғашық еттіңіз. Бұл сіздің туындыңыз. Бұл сіздің болашағыңыз. Назар аударыңыз. Өйткені сіз назарыңызды қайда аударсаңыз, энергияңыз сол жерде болады. Болашағыңызға инвестиция салдыңыз. Өзіңізге сеніңіз. Жүрегіңізді ашыңыз және сіздің ішкі жан дүниеңіздің күйзелісімен денеңізге шабыттануға рұқсат беріңіз. Есіңізде болсын. Сіз шын жүректен сезінетін барлық нәрсе сізге бейтаныс. Және сіз оны эмоционалды түрде қабылдайсыз. Соңында энергия ретінде шындыққа айналады. Енді сіз оны жіберіңіз. Және әмбебап санаға бұл тапсырманы өз жолдарымен орындауға мүмкіндік беріңіз. Ол сізге қамқорлық жасайды. Көзіңізді ашқанда сіз кім болғыңыз келеді? Бұдан кейін сіз қалай өмір сүресіз? Ал енді сол қолды жүрекке қойып, өз денеңізге бата беріңіз. Жаңа энергияның көмегімен өмірім жаңа санаға көтерілсін деп. Бұл сіздің өз патшалығыңыз. Өз өміріңізге ризашылықпен бата беріңіз. Өміріңіз сіздің жаңа санаңызға айналсын деп. Сіздің болмысыңыздың жағдайы сіздің өміріңізде болады. Өз болашағыңызға ризашылықпен бата беріңіз. Өткеніңіз қайта айналып келмесін деп. Өткеніңізге ризашылықпен бата беріңіз. Өткеніңіз даналықпен өтті деп.
Өміріңіздегі бақытсыз жағдайларға бата беріңіз. Тағдырыңыздағы белгісіз мән мағыналарды ашуға көмектессін деп. Өз жаныңызға ризашылықпен бата беріңіз. Себебі сіздің жаныңыз сізді ұйқыдан оятып, сіздің жол серігіңіз болсын деп. Өзіңіздің Алла берген табиғатыңызға ризашылықпен бата беріңіз. Сізді шабыттандырсын деп. Сіз арқылы қимылдасын деп. Сіздің айналаңызда ғана қозғалсын деп. Оның энергиясын сезініңіз. Оның санасы сіздің санаңыз. Жаратушы берген табиғат сіздің табиғатыңыз. Ал оның еркі сіздің ерік жеріңіз. Ал оның махаббаты сіздің болмысыңызға деген сүйіспеншілігіңіз. Медитацияны аяқтай келе, ешбір шарт қоймай-ақ өз өміріңізге деген ризашылықты сезініңіз. Әлі келмеген болашақты қабылдаңыз. Ризашылық, алғыс айту барлық жағдайдың қазір болғандығын білдіреді. Батыл бол. Жүрегіңді аш және қабылдауды сезін. Өйткені ризашылық, алғыс айту бұл қабылдаудың ең жоғарғы күйі. Бұл сезімді өз бойыңызда ұстаңыз. Енді ойыңызды жаңа денеге, жаңа ортаға қайтарыңыз. Дәл қазіргі уақытта, жаңа уақытта. Сіз осыған дайын екеніңізді сезінген кезде ғана көзіңізді аша аласыз. Өз жолыңызды ашқыңыз келсе және емделгіңіз келсе, медитацияны жалғастырыңыз. Ол үшін арнаға жазылып, лайк басыңыз.